Korkutu деген ауыр сөз. Ол әдейі ауырту дегенді білдіреді. Бұл ауырту тек жұдырықпен ұру. Бұл ауырту тек итеру емес. Ол қатыгез сыбыс. Интернеттегі жаман хабарлама, жалғыз қалғандағы сезім болуы мүмкін. Бұл біздің балаларымызды сыныпқа илесіп жүретін көлеңке. Ойын алаңына илесіп жүретін көлеңке. Тіпті өз үйлеріне дейін илесіп жүретін көлеңке. Біз бұл мәселе туралы сөйлесуіміз керек. Оны елемеу, оны жойып жібермейді. Шын мәнінде үнсіздік жараның тереңдеуіне мүмкіндік береді. Өмір бойына қалатын тыртықтар қалдырады. Біз бұл тақырыпты жарыққа шығаруымыз керек. Сонда біз оны түсініп, оны емдей бастаймыз. Біздің жазушыларымыз көбінесе өте шынайы және өмірге жақын әңгімелерді айтуды таңдайды. Оларға үлкен ауырсынуды көрсету үшін үлкен драмалар қажет емес. Оның орнына олар баланың рухын сындыра алатын кішкентай күнделікті сәттерге назар аударады. Біздің кітаптарымыздағы қарапайым әңгімені ойлаңыз. Арман есімді жас баланы елестетіңіз. Ол яң және биікке самғаған қырандардың суреттерін салуды жақсы көреді. Бірақ мектепте ол өнерімен танымал емес. Ол ескі, жамаулы пальтосымен және үнсіз сөйлеумен танымал. Басқа балалар оның ішіндегі суретшіні көрмейді. Олар тек басқа біреуді көреді. Әңгіме бірқатар үнсіз жүрек жараларымен өрбиді. Түскі ас кезінде ешкім арманмен бірге отырмайды. Ол өзінің қарапайым тамағын жалғыз жейді. Үстелге өте қызығушылық танытқандай болады. Басқа балалар оны нұсқап, сыбырлайды. Олардың күлкісі оған соққан өткір тастар сияқты сезіледі. Олар оны жаман сөздермен атайды, оның нәзік табиғатын әлсіздікке айналдырады. Жазушы арманның ішінде суық түйін пайда болғанын сипаттайды. Ол өзін кішірейтуге тырысады, мазақ ету тоқтаса, көрінбейтін болғысы келеді. Арманның оқиғасы жай ғана көркем шығарма емес. Ол қатал шындықты көрсетеді. Көптеген зерттеулер мен есептер мектептің қорқыту жиі болатын негізгі орын екенін растайды. Бүкіл әлем бойынша 3 оқушының бірі қорқытуға ұшырағанын хабарлайды. Бұл физикалық агрессиядан бастап ауызша қорлауға, әлеуметтік оқшаулауға дейін болуы мүмкін. Сынып оқу мен өсу үшін қауіпсіз баспана болуы тиіс. Бірақ көптеген балалар үшін ол күнделікті мазасыздық пен қорқыныш көзіне айналады. Олар дәлізде кімнің мазақ ететінін уайымдайды. Үзіліс кезінде қандай есімдермен аталатынын ойлайды. Бұл тұрақты стресс зейін қоюға, оқуға және достық қарым-қатынастарды қалыптастыруға кедергі келтіреді. Бірақ ойын алаңы енді бұзақылар соққы беретін жалғыз орын емес. Мәселе интернетке көшті, қорлаудың жаңа және тоқтаусыз түрі пайда болды. Кибербуллинг күні бойы немесе түнде кез келген уақытта болуы мүмкін. Телефон немесе компьютер арқылы баланың үй қауіпсіздігіне еніп кетеді. Жаман пікірлер, ұят суреттер, қатыгез өсектер. Бәрі бір сәтте үлкен аудиторияға таралуы мүмкін. Онлайн әлем тұрақты көрінеді. Қорқытудың ең терең әсері ол адамның жүрегінде қалдыратын жара. Ол терең оқшаулану мен құнсыздық сезімін тудырады. Біздің әңгімелерімізде жазушылар бұл ішкі зақымды көрсетуге өте мұқият болады. Қорқытылған бала өзі туралы айтылған қатыгез сөздерге сене бастауы мүмкін. Олар айнаға қарап, бұзақылар көргенін ғана көруі мүмкін. Олар арманның сурет дәптерін жасырғаны сияқты, өз хоббиларына қызығушылығын жоғалтуы мүмкін. Бір кездері мүмкіндіктерге толы болып көрінген әлем кішкентай, жалғыз бөлмеге дейін кішірейеді. Бұлар біз тануды үйренуіміз керек көрінбейтін тыртықтар. Біздің әдебиетіміз бұл үнсіз азапты әдемі көрсетеді. Бірақ ол емдеуге жол да көрсетеді. Көбінесе, бұл әңгімелердегі батыр күшті тұлға емес, мейірімді болуды таңдаған қарапайым адам. Бұл түскі аста жалғыз отырған баламен бірге отыруды шешкен сыныптасы болуы мүмкін. Бұл баланың қайғысын байқап, жағдайын қалай деп сұраған мұғалім болуы мүмкін. Бұл кішкентай жанашырлық әрекеттері қара бұлттарды жарып өткен күн сәулері сияқты. Бір қазақ авторы бір кезелері жылы сөз жанға дауа деп жазған. Бұл жылы сөздер суық жүректі емдей алады дегенді білдіреді. Бұл қарапайым шындықтың үлкен күші бар. Бұл күшті дәйек сөз бізге емдеу көбінесе қарапайым адамдық байланыстан басталатынын еске салады.